Сәлеметсіздер ме, балалар? Ой, мұнда не болып жатыр? Не тауып алдың? Мә, сандық тауып алған екенсің ғой. Бұл сандықтың аузы ашылмай жатыр ма? Я. Балалар, бұл сиқырлы сандықты ашу үшін мен сіздерге көптеген тапсырмалар, ойындар алып келдім. Ендеше бірге ойын ойнаймыз ба, балалар? Жарайсыздар, ендеше кеттік. Балалар, біздер ең бірінші денемізді қыздырып алайық. Кеттік, ендеше жаттығу жасаймыз. 1, 2, 4. Балалар, біздің ойынымыздың бірінші кезеңінде балалар осындай сиқырлы қылқалам арқылы қолымыздағы түрлі түсті пішіндерге ішін толтыру арқылы әдемі суреттер шығарамыз. Жарай ма? Мен сіздерге көрсетейін біріншісін. Осылай сиқырлы қылқаламмен ішін толтырамыз қазір. Мінекей, қараңыздар. Ненің сурет шығып жатыр, балалар? Алманың сурет шығып жатыр. Осыны біздер қазір судың бетіне салып қоямыз. Жарай ма? Ендеше кеттік. Балалар, бізде келесі ойынымыз осындай сиқырлы құм деп аталады, балалар. Қараңыздар. Қанекей, суға саламыз. Суға салған кезде бұл топырақ бізге езіле ме, балалар? Жоқ, я, балалар, қараңыздар, қандай әдемі. Қандай әдемі, я? Бізде келесі ойынымыз судағы балықты аула деп аталады. Осылай аламыз, балалар, жарай ма? Кім бірінші жинайды, сол жеңіске жетеді, жарай ма? Жарайсыңдар, балалар, тамаша. Кәне. Жылдамдықты талап етеді бұл ойын, балалар. Кәнекей, кім жылдам? Балалар, бізде келесі ойынымыз сиқырлы көпіршік деп аталады, балалар. Қараңыздар. Міне мен сіздерге сиқырлы көпіршік шығарам. Шығып жатыр ма, балалар? Қарайықшы. Қандай керемет, я, балалар, кел. Бізбен ұстап тұрып қанекей өпіреміз. О, жарайсыздар. Балалар, біздер қазір осындай түрлі түсті ермек сазбен пішіндер шығарамыз, балалар. Жарай ма? Ендеше жасайық, балалар. Манағы сиқырлы сандығымыздың аузын ашайық, балалар. Тапсырмалардың барлығын орындайық. Жарай ма? Сандығымызды ашайықшы, ішінде не бар екен көрейікші, балалар. Жарай ма? Көрейік, балалар. Кәнекей, не бар екен ішінде ашайық, балалар. Вау! Қандай әдемі. Балалар, бұның барлығы сіздер тапсырманы керемет орындағандарыңыздың нәтижесі. Бүгінгі ойында сіздерге ұнады ма, балалар?